Көктем келіп, күн жылынып, қаздар жұмыртқалап жатыр. Қазір осы жұмыртқаларды инкубаторға салайын деп тұрмын. Ол үшін ең алдымен инкубатордың түбіне жылы су құйып аламыз. Судың температурасы шамамен 38 градус болу керек. Енді мынау қара сеткаларын жабамыз. Бұл жерде бір жағы тегіс, екінші жағы бұжыр. Тегіс жағын үстіне қаратып салып шығамын. Неке дәл осылай. Жаңағы құйған суымыз осы сеткаларға жетпей тұру керек. Оның үстіне жұмыртқаны қоятын тор көзді саламыз. Енді бетін жауып инкубаторды 38 градусқа дейін қыздырып аламыз. Тапсырылған температураға жетті. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқалар номерленген. Мінекей осындай порядокпен салып шықтым. Енді бетін жауып тоққа қосамын. Инкубатордың температурасы нормада тұр.